Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге жуан нан дайындайтын боламыз. Дәмі өте дәмді және ерекше, жасалуы да оп-оңай, ұзақ уақытта алмайды. Ең алдымен бірінші қамырын жасайтын боламыз. Ұнымызға жылы су, жылы сүтімізді, ашытқы тұзымызды салып, шемішкі маямызды қосып, жақсылап қамыр илеп, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Көтерілудің қажеті жоқ. Салмасына жуа салып, үстіне тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жарты сағат өткесін қамырымызды екі бөлікке бөліп, оны жақсылап жұқалап жаямыз. Жайғаннан кейін бетіне осындай сары майды ертіп жағатын боламыз. Жуамызды салып, қамырымызды екі бөлікке бөліп, бөрек тәріздес қып өретін боламыз. Одан кейін тапамызға алып, осылайынан видеодағыдай орап, жақсылап салып, бетін басатын боламыз. Жұмыртқамызды жағып, мак кунжутымызды сеуіп, қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Дәмі өте дәмді, менің рецептім бойынша жасап көріңіздер.